Bir әке, әйелі 3 баласы бар деп айтайын. Бір ауылда тұрады да, қиында ақша табу. Орын ауыстырғысы келеді ғой жаңа әкенің. Енді мынау оңай емес, дұрыс па? Еркісіге түседі ғой жүктің барлығы. Бала шағаны асырау керек, әйел бар, киім бар, жататын жерлер бар деген сияқты. Сонымен жаңағы әке басқа қалаға жұмысқа кетеді ғой. Ана бала шағасы әкесін қатты жақсы көреді. Әке, ойбай, кететін болсаң, бізге аптасына тым болмаса бір рет, не болмаса 2-3 күнде бір рет аманмын деп хат жазып тұр дейді ғой. Сөйтіп жұмысқа кетеді, әкесі 3 күнде бір хат жазып тұрады. Бірінші күні хат келеді, аманмын деген, екінші хат келеді, апта сайын хат келіп тұрады. Сөйтіп арада бірнеше уақыт өткеннен кейін әке үйіне келсе, жаңа әке, үйдің бәрі қырылып қалған дейді, бір баласынан басқа. Әйелі өліп қалған, үлкен баласы түрмеге түскен, қызы оңбаған біреуге тұрмысқа шыққан, үйінде бір баласы көзі бақырайып отыр дейді. Сонда әкесі келіп жылайды, балам, не мынау дейді, үйдің бәрі қаққа кеткен. Әке, мамамыз кетті дейді дүниеден. Неге кетті? Ауырды дейді. Мен жіберген нені ашпадыңдар ма хатты? Ашқан жоқпыз дейді. Ашпайсыңдар ма? Ішінде ақша бар еді ғой дейді, дәрі алатын. Біз сені аман екен деп сандыққа сала беріппіз ғой дейді жаңа. Екінші не дейді? Қыз кімге кетті дейді, күйеуге. Әке, сен бұрын рұқсат бермеген оңбаған жігіт бар еді ғой дейді. Сол ақыры қоймай алып кетті дейді қызды. Ішетін шегетін адам. Ол да кетті дейді. Ең сорақы өмірді кешіп жатыр дейді сонымен бірге. Күнде ұру, күнде таяқ жеу, күнде бәле. Үшіншісі не дейді? Ағаң қайда? Ағам қосылып кетті дейді көшең жігіттеріне. Мен айтқан жоқпын ба бұлай жүр деп оған? Кетті дейді, еріп кетті дейді. Сонда менің жіберген ешбір хатымды ашпадыңдар ма дейді. Сенен келген хатты әкеміз аман екен деп ойлап ашпаппыз ғой әке дейді. Бұл оқиға осы жерден бітіп қалады дейді. Енді қараңыздар, Құдай бізге Құранды жіберіп жатыр дейді. Біз не істейміз? Ана жоғарыға іліп қоямыз ғой, атадан қалғанды. Сүртіп іліп қоя береміз. Енді өмірде проблемаға жолықсақ, жауабын білмейміз да. Мына жақта ең бәрінен абзал болған Құранның аяттары тұр. Пайғамбардың сүннеттері тұр. Дұрыс па? Алла Тағала Құранда айтады: "Ей, иман келтіргендер, ізгі адамдармен дос болыңдар" дейді. Неліктен осындай өмірдің, семьяның быт-шыт болуына себеп болған нәрсе не дейді? Келген хатты оқымаудан дейді да. Дәл сол сияқты біздің өміріміздің оңалмай тұрғандығының бір үлкен кемшілігі не екен? Алладан келген кітапты оқымай, сүртіп сандыққа салып, немесе шкафтың ішіне қойып қоюымыз.